Ал баршаларыңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінде сіздермен бірге Matrix Trading Community және де мен Нұрдәулет біздің YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз қаржы әлемінің ең қызықты әрі күрделі бағыттарының бірі трейдинг туралы сөз қозғайтын боламыз. Трейдинг дегеніміз не? Ол кімдерге арналған? Бұл салада табысқа жету үшін не керек? Осы сұрақтарға давайте барлығымыз бірге жауап іздейтін боламыз. Трейдинг бұл қаржы нарықтарында активтерді сатып алып, қайта сату арқылы пайда табу процесі. Яғни активтер дегеніміз олар бізде акциялар, валютный паралар, форекс, евро USD, ГПП USD, немесе криптовалюта, биткоин деген секілді, және де сырьелар, яғни шикізат. Олардың ішінде бізде алтын, USD, және де мұнай, күміс деген секілді түрлері кездеседі. Және біз тақырыпқа қосалқы дополнение істейтін болсақ, индекстер сияқты түрлі қаржы құралдары болуы мүмкін. Жалпы трейдерлер нарықтағы бағаның өзгеруінен табыс табуды мақсат етеді. Яғни баға жоғарылағанда сату, төмендегенде сатып алу. Трейдингтің негізі осында. Трейдингтің бірнеше түрі бар. Әрқайсысының өз ерекшелігі мен стратегиясы болады. Day трейдинг, яғни сауда операциялары бір күннің ішіне жасалады. Кешке дейін барлық позициялар жабылады. Екінші түрі ол бізде swing трейд, яғни сауда бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін созылады. Бағаның орта мерзімді өзгерістері пайдаланылады. Одан бөлек қазір көпшіліктердің қолданып жүрген стратегияларының бірі ол бізде скальпинг. Өте қысқа мерзімді сауда, минуттар мен секундтар ішіне жүзеге асады. Аз көлемді пайда есебінен жиі сауда жасалады. Яғни ол бізде бағаны 3340-тан сатып алып, 3343, 42 деген секілді аз қозғалыстан пайда табатын адамдар. Одан бөлек біздегі ең қызықтысы және де ол бізде инвесторлар. Яғни ұзақ мерзімді активтерге ақша салып, бірнеше ай, жылдар бойы ұстау. Әр адам өзіне ыңғайлы стильді таңдай алады. Жалпы трейдингте қолданылатын негізгі құралдар экрандағы диаграммалар және индикаторлар. Трейдерлер нарықты талдау үшін неше түрлі құралдарды қолданады. Технический стратегия, фундаменталка, сентимент талдау, нарықта көпшіліктің көңіл күйін талдау. Әрбір талдау түрі өзіндік артықшылық пен кемшілікке ие. Мысалға, біз элементарын алып қалатын болсақ, жалпы қазіргі таңда трейдинг саласында бір сөзбен айтатын болсақ, бізде СНР, технический анализ, свичный анализ, одан бөлек біздегі смарт майнинг стратегиясы, ICT, одан кейін уақытпен жұмыс жасау деген секілді, объемный торговля, фундаментальный торговля деген сияқты түрлері өте көп. Яғни рынок ешқашан сіздерге бағаның определенный бір баға келіп, немесе сол бағадан сату мүмкіндігін беру үшін біз ең бірінші өзімізге керекті, қажетті стратегияларды дұрыс бағытпен, дұрыс рынокта қолдана білуіміз қажет. Яғни біз алдағы тақырыпта трейдинг саласын нөлден бастап проф трейдерге дейінгі барлық білімді және де олардың жолдарымен сіздермен алдағы уақытта бөлісетін боламыз. Жалпы біз өзіміздің тақырыпқа ең бірінші сабаққа оралатын болсақ, ол бізде трейдинг саласының негізгі базасы. Жалпы трейдинг саласында біз не істейміз? Дәл осындай алдыларыңызда тұрған графикті көріп, мен қай жаққа сатып аламын, не істеймін деген сұрақтарыңыз болатын болса, рынокқа келген кезде сіздер новичок болатын болсаңыздар, онда мұқият тыңдаңыздар. Жалпы трейдинг саласына бұл сіздердің көріп тұрған графиктеріңіз ол бағаның өсімі және түсуі туралы беретін ақпарат. Яғни трейдинг саласында біз алдыларыңызда көріп тұрғандай өзіміз свичный анализдерді пайдаланамыз. Яғни бізде рынокта екі тарапқа бөлінеді: сатып алушылар және сатушылар. Өздеріңіз көріп тұрғандай бізде алдыларыңызда тұрған бұл бізде USD, яғни алтынның индексі, жалпы алтынның графигі болып бөлінеді. Біз ең бірінші рынокқа кірген кезде әрине дәл осындай пустой графикті көреміз. Бұл жақта мен не істеймін, Нұрдәулет, біз қалай табыс табамыз, не істесек болады, қалай біз жұрттар секілді күнделікті 20-30 мың, 100 мың теңге бұл саладан таба аламыз, және біз білімді қалай алсақ болады деген іштеріңізде сұрақтарыңыз туындап тұрған болса, жалпы мен сіздерге трейдингтің негізгі бетін айтайын. Жалпы трейдинг саласында бұл график әрқашан бағаны біздер сатушы мен сатушылар қозғалтпайды. Бізде бағаны рынокта,
яғни маркетмейкерлер қозғалтады, яғни осы рыноктың создательдері, яғни олар бізде крупный игроктар. Рынокта біз главный суть бар, ол не нәрсе деп ойласаңыздар, ол бізде секрет айтайын, ол ликвидность. Яғни ликвидность дегеніміз не деген сіздерде сұрақ болатын болса, ол сабақ туралы біз алдағы келесі осыдан кейінгі болатын сабақта талқылайтын боламыз. Достар, бізде алдағы уақытта болатын сабақтарын сізбен айтып өтейін. Бұл бізде ең бірінші біз рынокқа кірген кезде жалпы свитчаның құрылымы туралы толыққанды білуіміз қажет. Яғни open low high close, open high low close, яғни бағаның ашылуы, жабылуы және high low. Одан бөлек жалпы біз рынокта ликвидностьтермен танысуымыз қажет, және де бағада бізде именно қай таймфреймдерді қозғалады, таймфреймдермен танысуымыз керек, және LTF, HTF деген секілді осы тақырыптар, және smart money концепциясы, имбаланс дегеніміз не, және де одан бөлек қосалық AMD, аккумуляция, манипуляция не деген, жалпы осы біздегі офлайн форматта беріліп жатқан барлық стратегияның барлығы осы онлайн форматта осы біздің YouTube каналымызда салынатын болады. Сіздермен болған мен Нұрдәулет, және де Matrix Trading Community'нің YouTube каналы. Сау саламатта болыңыздар. Алла қаласа келесі видеода жолыққанша. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін, яғни біздің YouTube каналымызда тіркеліп қойсаңыздар болады. Үлкен рахмет.